Қазақстан бойынша тек оңтүстік Қазақстан облысында ғана бар австриялық технология қай зауытта қолданылады? Әлемнің үздік мамандары зауыт технологиясы мен өнім сапасына қандай баға береді? Барлығында бүгінгі бағдарламамызда көре аласыздар. Оңтүстік Қазақстан облысында орналасқан Триумф компаниясы соңғы үлгідегі австриялық технологияларды қолданып, Aspam Profile Technology сауда маркасы мен пішіндер мен терезе алды тақтайшалар өндірумен айналысады. 2013 жылдың желтоқсан айында зауытты Австрияның Greiner Extrusion және Германияның Kraus Maffei Bergstrom компанияларының ультра заманауи машиналармен жабдықтау және монтаждау жұмыстары аяқталып, 2014 жылдың қаңтар айынан бастап өндіріс іске қосылды. Бүгінгі таңда зауытта терезе құрастыруға қажетті 25 түрлі бөлшектер шығарылады. Оның 24-і поливинил хлорид пішіндері болса, біреуі терезе алды тақтайшалар болып табылады. Бұлардың барлығын өндіру барысында Германия, Бельгия, ақш, Корея елдерінде шығарылатын ең үздік материалдар қолданылады. Бөлшектер германдық компаниямен бірлесе отырып жасақталған әдіс-тәсілдер бойынша жоғары технологиялық экструдерлік жабдықтарында өндіріледі. Айта кетерлік жай, дәл осындай үздік технологияны қолданатын зауыт Қазақстан бойынша әзірше тек оңтүстік Қазақстан облысында ғана бар. Ол Триумф зауыты. Ich bin von Österreich. Мен Австрия елінен келген техник маманымын. Осы зауыттағы шымкенттік әріптестерге австриялық құрылғыларды қалай қолдану керектігін үйретудемін. Біздің технология бүкіл әлемде қолданылады. Оның ішінде ақш, Оңтүстік Америка, Канада, Еуропа елдері, сондай-ақ Африка, Қытай, оған қоса Жапонияда бар. Енді міне Қазақстанға да ендірілуде. Технология қолданыста өте ыңғайлы, оның барысымен қазір өздеріңіз де танысасыздар. Зауыттағы өндіріс барысы тәулігіне 24 сағат бойы үздіксіз жүргізіледі. Барлығы 5 цех жұмыс істеп тұр. Олар итальяндық құрылғылармен жабдықталған шикізат дайындайтын араластыру цехы, өнім шығаратын цех, финляндиялық техникамен жабдықталған құрал сайман сақталатын цех, құрылғылар жонылып фрезермен өңделетін механикалық цех, 5-шісі құрастыру цехы. Өндіріс барысын ретмен баяндайтын болсақ, ең алдымен шикізат дайындайтын араластыру цехінде 6 түрлі шикізат белгілі рецептке сай итальяндық құрылғыда жақсылап араластырылады. Бұл рецепттің ерекшелігі, оны неміс ғалымдары Қазақстан климатына арнап арнайы формуламен бірегей етіп жасаған. Оның көмегімен жасалатын терезелер ылғалды, құрғақ суық аяздарға да, ыстыққа да төзімді болады. Яки еліміздің барлық өңірлерінің климаты ескерілген. Соның арқасында Қазақстанның барлық аймақтарында да қолданысқа ие бола алады. Әбден араластырылған шикізат құрылғының 2 бункеріне салынып, құбырмен өлшеуішке жіберіледі. Онда олар бір тектес ұнтаққа айналу үшін жоғары температурада қыздырылып араластырылады. Кейіннен ұнтақ арнайы ыдысқа салынып, белгілі температурада бір тәулік бойына тұруы керек. Белгіленген уақыт өткен соң, араласқан шикізат аспалы жүктегіштегі қаптарға салынып, құбырлар арқылы өнім шығаратын цехтегі 4 линияның бункерлеріне жіберіледі. Мұндағы аппараттың бірінші экструдер деп аталатын бөлігінде шикізат Цельсий бойынша 200 градус температурада балқиды. Содан кейін құрылғыда орнатылған матрица арқылы сұйық шикізатқа қажетті пішім беріледі. Аппаратта барлығы 25 пішімге арналған 25 матрица бар. Оларды маман компьютерлік бағдарламаның көмегімен таңдап белгілейді. Арнайы пішімге ие болған бөлшек 4 бөліктен тұратын құрғақ калибратордан өтеді. Онда бөлшекке соңғы пішім беріледі. Калибратордың ішіндегі суық су бөлшектің тез суына көмекші ретінде қолданылады. Аппараттың келесі бөлігі су ванналары деп аталады. Мұнда 25 пішіннің әрқайсысына арналған арнайы кассеталар орнатылған. Олар пішіннің түзу болып шығуын қамтамасыз етеді. Су ванналарынан шыққан бөлшекке аппарат жанында орнатылған резеңке салғыш құрылғысының көмегімен тығыздағыш резеңкелер жабыстырылады. Одан кейін компьютерлік бағдарламаға ендірілген ақпаратқа сай бөлшектер қажетті ұзындықтарға кесіліп, аппараттан шыққан соң шетке ысырылып тастайтын құрылғы арқылы жинақталады.
Бұл цехте аталмыш аппараттан бөлек ламинаттау құрылғысы орнатылған. Ол негізінен ағаш тәріздес, не басқа да суреттері бар бөлшектер үшін қолданылады. Тапсырыс бойынша бөлшектерге арнап 7 түрлі түсті қолданып 20 түс шығаруға мүмкіндік бар. Бұл құрылғы басында барлығы 6 адам жұмыс істейді. Алдымен ламинатталатын бөлшек беті жақсылап тазаланып кептіріледі. Оның үстінен клейге жағылған пленка жабыстырылады. Ол пленканың басты ерекшеліктерінің бірі ол күннен бөлінетін ультракүлгін сәулелерден қорғап сақтайды. Және де оның үстінен компания логотипі бар тағы да қорғауыш пленка жабыстырылады. Дайын болған бөлшектер құрал саймандар сақталатын цехке жөнелтіледі. Дайын болған бөлшектер құрал саймандар сақталатын цехке жөнелтіледі. Одан кейін жұмыс тапсырысқа сәйкес түрлі пішінді, түрлі түсті терезелер жасалатын құрастыру цехінде жалғасады. Компаниядағы барлық мамандар Greiner Extrusion деп аталатын әлемге әйгілі үздік компания мамандарынан тәлім алып оқудан өткен. Нәтижесінде отандық мамандарымыз әлем бойынша бұл салада жоғары білім дәрежесін білдіретін сертификаттарға ие болған. Қазір сіздің алдыңызда біздің зауыт өндіретін 25 түрлі бөлшек тұр. Яғни ол жылы аймақтарға арналған 4 камералы терезелер және суық аймақтарға арналған 5 камералы терезелер. Біздің өнімдердің тағы бір ерекшелігі Қазақстан бойынша қолданылмайтын мына резеңкелер. Яғни мына терезе жылудың 80-85%-ын ұстайды десек, мына резеңкелер жылуды тағы да 100%-ға дейін сақтауға көмектесіп, сырттан келген суықты ішке жібермейді. Бұл резеңке терезеге екі жақтан салынады. Ал терезелер арнайы жасалған технология арқасында клейге не басқа да жабыстырғыш заттарды қолданбай-ақ бір-біріне жалғанып, біріктіріле алатын функцияға ие. Сонда біздің тереземіз эстетикалық жағынан да әдемі болады, және жылуды да жақсы сақтайды бөлмедегі. Аспан Profile Technology сауда маркасымен шығарылатын терезелерді жасау технологиясы әлемдік деңгейдегі талаптарға сай болып келеді. Оның сапасы осы зауыттағы арнайы лабораторияда тексеріледі. Мұнда жұмыс істейтін 4 қызметкер үздіксіз шығарылатын өнімді әр сағат сайын сынап, түрлі әдістермен тексеріп отырады. Біздің өндірістік зертханамыз ұлттық сараптама орталығынан аттестациядан өткен. Біздің өндірістік зертханамыз 24 сағат тәулігіне жұмыс істейміз. Себебі біздің өндірісте 24 сағат үздіксіз жұмыс атқарады. Әр сағат сайын тексеріп отырамыз. Дайын өнімнің сапасын тексереміз, шикізаттың сапасын тексереміз. Дайын өнімнің сапасын біз стандарт бойынша бірінші оның 1 метрдегі профильдің салмағын тексереміз. Оның 100 градуста жаңағы ыстыққа төзімділігін тексереміз. Сонымен қатар минус 20 градуста суыққа төзімділігін тексереміз. Сонымен қатар оның жаңағы соққыға беріктілігін, бекімділігін тексеріп отырамыз. Сонымен қатар оның профильдің негізгі жаңағы размерлерін тексеріп отырамыз. Олардың барлығы да өзі жаңағы стандартқа сай болып отырады. Бүгінгі таңда зауытта 3 ауысымда 100-ден астам жұмысшы еңбек етеді. Өндіріс барысында тәулігіне 20 000 метр поливинил хлорид пішіндері мен терезе алды тақтайшалары шығарылады. Ал өнімділіктің жылдық қуаты 8000 тоннаны құрайды. Өнімдердің жарамдылық мерзімі 10-15 жыл. Бұл үздік технологиямен жасалған жоғары сапалы өнімдердің тағы бір артықшылығы дейді зауыт басшылығы. Зауыт басшылығының айтуынша, кәсіпорынның мұндай қарқынды дамуына мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан бизнесті дамытуға бағытталған түрлі бағдарламалардың қолдаулары үлкен себеп болуда. Бизнесті қолдау жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша бізге
жұмыспен қамту тарабынан жұмысшылар жұмысқа келіп орналасып жатыр. Және де біздің мекемеге инфрақұрылымға қомақты қаржы бөлініп, жол, су, газ, кәріз және электр жүйесі, телефон жүйесі толығымен тартылған. Және даму қорынан көмек көрсетіліп, үстемақы пайызын жартысын үкімет тарапынан, жартысын өзіміз төлеп жатырмыз. Бүгінгі таңда зауытта жұмыс істеп тұрған 4 линияға 2014 жылы тағы да бір линия қосылады. Соның арқасында жұмысшы саны ұлғайып, өндіріс қуаттылығы 20%-ға өседі.